Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күйеуімді төсекте мүлде қаламаймын. Құрметті оқырмандар, әпкелер, жеңгелер, менің отбасымда мынандай проблемалар бар. Ақыл қосыңыздаршы. Менің отбасым сырттан қараған адамға өте үлгілі болып та көрінетін шығар. Бірақ әр отбасы өзінше бақытты, өзінше бақытсыз деген сөз бар ғой. Әсіресе қазақ отбасыларында ер мен әйелдің ортасындағы жақындық тіпті талқыланбайтын тақырып. Дегенмен мен бүгін өзімді біраз жылдан бері мазалап жүрген мәселені ортаға салмақпын. Мен тұрмыс құрғалы 6 жылдан асты. Шыны керек, күйеуіме ғашық боп, сүйіп-күйіп қосылған жоқпын. Ол мені ұнатты, сөз салды. Жақсы жігіт болған соң келісімімді бердім. Ол ішпейді, шекпейді, қыздармен қыдырмайды. Тұрақты жұмысы бар. Жұмысында да, достарының арасында да абыройлы жан. Бірақ ол маған еш уақытта еркек ретінде ұнаған емес. Былай айтқанда, ол маған жақсы қараған көздерінде мен оған тек бауыр басып кеттім. Бірақ оны жігіт ретінде сүймедім. Төсекте мүлде қаламаймын. Тіпті көшеде көрген басқа әдемі жігіттерді ойлап жатқан кездерім болды. Күйеуіммен төсектес болғанда. Ешқашан мені боқтап немесе ұрып көрген емес. Ол тыриған арық немесе семіз ұсқыны жоқ жігіт емес. Қайта көп қыздарға ол ұнауы мүмкін. Тек мен оны сүйе алмадым. Баламыз дүниеге келген соң, оның бар махаббаты балаға ауды. Мені де жақсы көрді. Бірақ бұрынғыдай асты-үстіме түсіп кетпейтін. Жақында басқа қалаға әке-шешеме барып келуді сұрандым. Қыдырып келуге. Бір жағынан күйеуімсіз жеке жүрсем, оны сағынам ба, әлде мүлде сағынбаймын ба, соны да білгім келді. Қазір әке-шешемнің қасындамын. Күйеуіме еш қайтқым жоқ. Тіпті оған қайтқым келмейтінін, ажырасқым келетінін айттым. Ал ол болса, егер қателік менен болса, нені болса да түзетем. Отбасымды сақтау үшін деп зыр жүгіріп жүр. Баламызға қарасам, ол әкесін жақсы көреді. Әкесі баласы десе жанын беруге дайын. Мен де жақсы көреді. Бірақ мен ол адамды жүрегім қаламайды. Мамама айтсам, әлі кеш емес, жассың. Өміріңді қор қылма, өзің ұнатпайтын адаммен өткізбе. Ажырассаң ажырас дейді. Күнде жылаймын, не істеуге болады? Ақыл беріңіздерші. Кімнің басында осындай жағдай болды? Жақсы көрмейтін еркекпен тұратындар бар ма? Осындай некені сақтаудың қажеті бар ма?